Бізде бүгін пирог торт, жұмыртқа, қант екеуін қосып жақсылап араластырылды. Екі жұмыртқа. Разын түйіп қосамыз. Пищевая сода. Жалпы мына пирогымыздың несі дайын болды. Бұған қосылған қоспа 2 жұмыртқа, жарты стакан қант, 3 стакан ұн, 2
бір жарым чай қасық разрыхлитель және бір қасық ас содасы, бір стакан сүт, 50 миллиграмм сұйық май қосылды. Қоюлығы енді бұл жерде ұн қойлығына қарай өздеріңіз көріп тұрғандай осындай қойлыққа дейін жаңағы сол 3 стакан жобасында ұн қосылады. Міне 5 минутқа пирогымыз пісті. 180 градуста 30 минутта.